Психологиялық тест. Сіз қалай ұйықтайсыз? Экранға мұқият қарап, өзіңіздің ұйқыдағы позаңызды анықтаңыз. Бірінші поза шалқасынан жатып ұйықтау. Барынша жайлылықты, яғни комфортты сезінген адам осылай ұйықтайды. Ол адамның өзіне деген психологиялық сенімділігі бар екенінен хабар береді. Бұндай жандар өмірдің кез келген тосын сыйына, қиындығына төтеп беруге дайын. Жаңа ақпаратты жылдам қабылдап, тез өңдейді. Алайда өзіне деген сенімділігі тәкаппарлықпен алмасып кетуі де ғажап емес. Мұны аталған күйдің кемшіліктеріне жатқызуға болады. Мұның белгілері жанында ұйықтап жатқан адамға тигізер жайсыздықты ойламастан, адам аяғы мен қолын жайып, төсектің көп бөлігін алып ұйықтайды. Екінші поза ұрық күйі. Қырынан жатып тізесін бүгеді және көрпе жастығын құшақтайды. Төсектің шетіне жайғасып, керегеге жақын жатуды жөн көреді. Бұл адам шынайы өмірден қорқып, ол жерде болып жатқан оқиғаға атсалысқысы келмейді. Олардың жанында белсенді, көшбасшы, қорғап, қолдай білетін жандар жүруі тиіс. Үшінші поза ет бетінен жату. Бұл ішімен жатып, төсекті құшақтауға ұмтылатын күй. Әдетте қол жастықтың үстінде немесе екі жанына жайғасады. Бұлайша ұйықтайтын адамдар өз өмірін басқарып, шешімді өзі ғана қабылдағысы келеді. Қабылдаған шешімдерін 100% дұрыс санайтындықтан сынды дұрыс қабылдамайды. Яғни майда шүйдеге ерекше мән беріп, мақсатына қандай жағдай болмасын ұмтылатын адамдар осылайша ұйықтайды. Төртінші поза қырымен жатып ұйықтау. Суреттегі соңғы күй. Жоғарыда айтылған жатысқа ұқсағанымен аяғын қатты бүкпей, қолын созып жатады. Ұрық күйіне қарағанда өзін барынша жайлы ұстайды. Бұл жандар аналитикалық деңгейде ойлайтын, байсалды, сабырлы әрі өздеріне сенімді тұлғалар. Олар өмір қиындығымен оңай күресіп, кез келген жаңа ортаға жылдам бейімделіп кетеді. Мұнымен қатар жоғарғы психологиялық тұрақтылығы мен ерекше қасиеттері жетерлік.